саламатсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым? Каналыма қош келдіңіздер. Видеоларым ұнап жатса, пікір қалдырыңыздар. Пікір қалдырып, осыған дейінгі видеоларымды көріп бөлісіп жатқан адамдардың барлықтарына алғысым шексіз. Инстаграм парақшама да қош келіпсіздер деп айтамын. Барынша пайдалы болуға тырысамын. Ал келесі тақырыпты қарастырайық енді. Сонымен бүгінгі тақырып тілектердің орындалуы неге байланысты, немесе түпсана тұжырымдарының нәтижеге әсері туралы. Біз білеміз, саналы өмірімізде белгілі бір нәтижелерге жету үшін әдетте әрекеттену керек. Мысалға біз бай болғымыз келеді. Нәтиже ма? Нәтиже. Әрекет етеміз, яғни жұмыс іздейміз, ақша табудың жолдарын іске асырамыз. Бірақ ол әрекетіміздің өзі қайдан пайда болды? Белгілі бір жоспар құрдық. Яғни бізге ойлар, идеялар келген болатын. Яғни табысты болған деген жақсы екен ғой, бай болу деген жақсы екен ғой. Себебі көріп жатырмыз, ақшасы бар адамдар барлық тілеген тілектерінің бәрін орындап жатыр. Қыдырам деген жағына қыдырады, алам деген нәрсесін алады, жейм деген нәрсесін жейді депті, ішіп, жеп жүр, қыдырып жүр. Біз соларға қараймыз да, бізде де ойлар пайда болады. Бізде жоспар құрамыз. Яғни менде айына осынша теңге немесе доллар тапсам екен деп, сөйтіп соған әрекеттенеміз, жұмыс істейміз, барамыз, жалданамыз біреуге, қандай да бір жұмыстарды табамыз, жетемізді нәтиже ретінде айлығымызды алып жатамыз. Ал бұл ойлар, жоспарлар, негізі идеялардың өзі әркімге әртүрлі болып келеді. Байқасаңыздар, біреулер баратта тачка итеріп, ақша табайын дейді, біреу барып официант болып ақша табайын дейді. Мысалы, студенттердің көбісі да, немесе киім тігіп мен істесем дейді, біреу барып басқа бір бизнес ұйымдастыра бастайды. Әркімде әртүрлі ойлар келеді, әркім әртүрлі жоспар құрады, қарап отырсаңыздар. Және әркімнің жоспары бір-біріне ұқсамайды. Енді ұқсайтындар да бар, бірақ көбінесе олар бір-бірінен айырмашылықтар бар болып жатады. Ол жоспарлардың, ол ойлардың келуі біздің эмоцияларымызға, біздің сезімдерімізге байланысты екен. Мысалға, біреу жаңағы эмоционалды жақсы күйде болған адам, мен бизнес бастап кетем, мен осындай нәрсе істеймін деп күшті идеялар келіп жатады эмоциялардан. Байқасаңыздар, мен бірдеңені ойлап табамын деп, ойлап тауып, сонысын барып, сатып, идеясын іске асырып, сөйтіп нәтиже алып жатады. Біреулер керісінше, жаңағы өздерінің эмоциясы қорқыныш болуы мүмкін. Ай, қайдам, бола ма, болмай ма, ондай мекен, мұндай мекен деген сияқты әртүрлі ойлар жетегінде жүріп, күмәнданып барып, бір өзінше жоспар жасаған болады. Жететті, ол сөйтіп күмәнданып барып, сол әрекеттерді жасайды. Нәтижесінде соған сәйкес бір нәтиже алатын болады. Яғни, мына жерде біздің барлық ойларымыз, жоспарларымыз эмоциялардан, біздің сезімдерімізден келеді екен. Эмоция және әртүрлі. Жаңа айтып отырғандар, қуаныш, сенімділік, қорқу, ренжу, біреуден қызғану деген сияқты нәрсенің барлығы да біздің эмоцияларымыз. Ал ол эмоциялар неге байланысты деп ойлайсыздар? Ол эмоцияның барлығы біздің түпсанадағы жазылған тұжырымдарға, установкаларға байланысты екен. Біздің тұжырымдар қандай болса, сондай эмоция бізден туындайды. Яғни жаңағы қорқыныш неден туындайды? Біз баяғыда бір бизнес жасап көргенбіз, ол банкрот болған, бізді тонап кеткен, немесе басқа бір нәрсе, бір жағдай болған болсын. Сол түпсанада тұжырым ретінде жазылып қалған. Сондықтан мен қазір бір бизнес бастап кетемін деген идеядан қорқамын. Сөйтіп қорқып отырып, бір жоспарларды жасаймын. Енді сонда да әрекеттену керек қой деп саналы түрде. Сөйтемді жоспар құрып, әрекеттеніп, нәтиже күтем. Нәтижем менің не болып шығады? Мен түпсанадағы қорқынышты туындаған бизнес деген жаман, бизнес банкрот болады деген тұжырымға алып келеді. Яғни негізінде тұжырым қандай болса, біз сондай нәтиже алады екенбіз. Осы формуланы барлықтарыңызға жаттап алуды сұраймын. Себебі бұл қашан да болсын іске асатын нәрсе. Негізі саналы түрде мотиваторлардың барлығының айтатыны мына жоғары жақтағы 3 кезең.
жоспар қойғын дейді алдыңа, әрекеттен нәтижеге жетесің. Міндетті түрде бүкіл мотиваторлардың, бүкіл кітаптарда айтатын нәрсесі саналы түрде жоспарыңды жазып қой, әрекет ет, нәтижеге жет. Солай барлығын айтады. Планируй, действуй, получай. Планируй, действуй, получай деп. Құр жатпа дейді. Бірақ сен жоспар қояйын десең кейде болады ғой бір. Сенде сенімділік жоқ, сенде селқостық, сенде бір қорқыныш, әр күнге реніш. Сен қандай жоспар құрасың? Жоспарды құра алмайсың. Сенің настроениең жоқ жалпы. Ешқандай күш қуатың жоқ, ешқандай іштегі мотивация жоқ. Қандай жоспар құрасың? Қандай бір жоспар құруың мүмкін, жарайды жасайыншы деп, бірақ сен ол жоспарың азанда ерте тұрайын, бірдеңе істейін дегеннің барлығы бекерге болады. Нәтижесінде біз ол нәтижеге жетпейміз. Себебі біздің ішкі эмоциямызда, түп санадағы тұжырымда қажеті жоқ, несіне тұрамын, істегенмен бәрібір ол нәтиже бермейді. Қазір тек қана бизнесті кімдер істейді, ақшасы барлар ғана істей алады. Немесе жаңағы адамдар бір жерге жұмысқа тұру үшін пара беруің керек, тек танысың болу керек. Адамдар тек қана өздерінің туысқандарын алады деген сияқты тұжырымдармен жүретін болсаң, ол шын мәнінде сондай нәрселер іске асып жатады. Сондықтан біз қараңыз, түп санамыз біздің 95% деп өткенде де айтқанбыз, саналы түрде 5%, саналы түрде әрекет ете беруден ешқандай пайдасы жоқ. Біз өзіміздің эмоциямызды, ал эмоциямыз тұжырымға байланысты екен, өзіміздің тұжырымдарымызды реттегеніміз жөн. Ең алғашқы жұмыс осы бізді жаңағы нәтижеден емес, түп санадағы тұжырымдарды өзгерткеніміз жөн. Себебі олар біздің нәтижеге тең деген, бұл ғылыми дәлелденген дерек, мен ойлап тапқан жоқпын. Осындай формула бар нәтижеге жетудің. Алғашқында тек қана үшеуін емес, соңғы түп санада деңгейінде жатқан екеуінде қарастыру керек. Ал енді нәтижеміз, біздің тілектеріміз, білдікті саналы тілектер болатынын және түп санадағы тұжырымдар болатын. Екеуі бір-біріне тең екен. Сөйтемізде біз мына жаққа бай болғым келеді деп тілегімізді жазамыз, айтамыз. Бірақ біздің түп санада ұрлап кетеді деген тұжырым жатыр. Немесе өлтіріп кетеді деген тұжырым жатуы мүмкін. Бұның барлығы бізде, әсіресе Совет одағы күйреп, енді жаңа біз өзіміз тәуелсіздігімізді алып, коммунистік қоғамнан нарықтық қоғамға көше бастаған кездерде коммерция жасап жүрген адамдардың ішінде тәжірибемізден, өмірімізде көріп өстік. Рекеттерство болды, бандитизм болды, біреулер байып кетіп жатты, байып кеткендердің ақшасын біреулер ұрлап кетіп жатты. Оңай бір қолдан екінші қолға оңай өтіп жатты. Барлық ақша да, дүние де, мемлекеттің мүлкінің бәрін пысықтар бірден иеленіп алды. Сондай нәрсенің бәрін көріп өскен адамдарда бізде, яғни мына түп санада белгілі бір тұжырымдар қалыптасты. Яғни бай болсаң, сені жаңа рекетерлер өлтіріп кетеді, немесе жаңа тонап кетеді. Сосын байлардың балалары не болды өзі? Нашақор болып кетті, оларда барлығы болды, бұзылып кетті деп айтамыз. Сөйтемізде біз бай болғымыз келмейді. Бай болуды армандаймыз, бірақ бізде мынандай тұжырымдар тұрған кездерде біз ешқашан бай болып кете алмайды екенбіз. Ісіміз алға баспайды, байлық тұрмайды. Тапсақ та ол демде басқа нәрселерге кетеді. Сондай нәрселер болып жатады. Ал енді бұл ғана шешім емес қой енді. Қараңыздар, бізде мынандай бір тұжырымдар тұр, бірақ бай болғымыз келеді. Бізде тілек бар. Сөйтемізде екеуі бір-біріне сәйкес болмаған кезде мынандай быжы-тыжы стресс болады. Адамда өз көпшілігінің қазір стрессте жүрген себебі осы. Біздің саналы тілектеріміз бен түп сана деңгейіндегі тілектеріміз, немесе тұжырымдар дей қояйық, тілек емес. Екеуі сәйкес болмаған кездерде, мына жерде теңдік болмаған кездерде осындай стресс болады екен. Стресс жиналып негізі депрессияға алып келетінін білесіздер, да? Бірақ біз көбіміз оны байқай бермейміз. Сөйтемізде бір тілегіміз орындалмады, екінші тілек орындалмады. Сөйтемізде жүре береміз. Ал мынау стресс жиналып ауруға алып келеді. Қазіргі аурулардың көбісінің нервный аурулар көбінесе, да? Аллергия,
жаңағы инфаркт, инсульт деп жатқанның барлығы осы себептері стресс болып жатыр, оны елдің бәрі айтып жатыр. Енді не істейміз? Мынандай теңсіздік болып тұр. Біз мына стрессті жоюымыз керек. Стрессті жоятын болсақ, стресс жоятын ең оңай жолы алкоголь ішу, ішімдікке салынып кету, ұмытып кету. Қойшы, стресс снимаем деп тұрып еще аптасына бір рет барып, көңіл көтеріп, ойнап, күліп, барлық проблемамызды ұмытып, рахаттанып, демалып қаламыз. Сөйтеміз де стресс сняли деп мәз боламыз. Яғни біз бір уақытқа мына екі арадағы теңсіздікті жойдық, стрессті өшіріп тастадық. Бірақ ертесіне тұрамыз, басымыз ауырған кездерде ол негізі психосоматика бойынша өзіңді кінәлау деп айтады, негізгі себебі. Сөйтеміз, басымыз ауыру, өзімізді кінәлап, басымыз ауырып жатамыз. Немесе біз енді ол стрессті постоянно өйтіп жоя бермейміз ғой, күнделікті. Бір күн ішеміз, 2 күн ішеміз, 3-ші күні қойш, бай болмасам бай болмай қоямын да дейміз да. Сөйтеміз де бай болу деген мақсатымыздан, тілегімізден бас тартамыз. Қойш, аман есенмін ғой, Құдайға шүкір, бала шағам бар, Құдайға шүкір, үйім бар, жайым бар. Үйім болмаса да жалдамалы жүрде жүрсем де, жаңағы әке-шешем бар, Құдайға шүкір, үйде әйтеуір баспанасыз емеспін той деген сияқты тілектерімізден біз бас тарта саламыз. Хотя анда-санда бай болсақ жақсы ғой деп айтып қоямыз, бірақ ол тілекке даже талпынбаймыз да. Себебі біз оған талпынатын болсақ, бізде стресс болады. Ал стрессті біз қаламаймыз, немесе жаңағыдай стресс снимать етеміз, немесе жаңағы тілектерімізден бас тартамыз. Негізі енді мына бір теңсіздік қой, былайынша қарап тұрған кезде теңдіктің 3 жаңа құраушысы бар екен. Мұнда установка, мұнда екеуінің теңдігі, мына жерде не? Онда біз неге керісінше мына өлтіріп кетеді деген, немесе жаңа жаман бір тұжырым болады ғой бізге байлыққа жібермей тұрған. Неге біз соны жоймасқа? Яғни бұл түпсана тұжырымы. Түпсанада кезінде жазылып қалған программа. Біз аламызда осыны жоюымыз керек. Осыны жойсақ, яғни бай болуға мүмкіндік бар. Яғни мына жердегі тұжырымды біз кетіретін болсақ, орнына басқа тұжырым келеді. Өткендегі видеодан сіздер білесіздер, нейронды байланыстар өте көп. Бізде бірі болмаса екіншісі келіп жатады. Нейрондар тағы да байланысатын жер тауып алады. Өлтіріп кетеді дегенді жоятын болсақ, ол басқасын тауып алады. Ол ұнамаса, оны жоямыз, ол басқасын тауып алады. Сосын бізге бай болуға болады деген бір ойлар келеді. Я, рұқсат, маған болады екен деген сияқты. Түпсанада тұжырым жазылатын болса, яғни байлық бәріне жетеді ғой деген сияқты. Сізде сенімділік пайда болады. Мынандай ой кеткен кездерде, ішкі түпсанадағы ой кеткен кездерде. Сондай сенімділік пайда болып, сізге осы тұжырым жақсы болып жазылған кезде нәтижеңізде сіздің өмірдегі сіз қалағандай болып жатады. Ал тұжырымды кетірудің ең оңай жолы, мен қайтадан айтамын, ол мастер-кит бағдарламасы. Мастер-китпен өте оңай жасаймыз. Мен бүгіннің өзінде 3-4 адаммен сөйлестім ғой деймін тұжырымдарын. Енді бір-екеуімен сәл ұзақтау істедік, бір-екеуімен тез-тез лезде істедік. Адамның ол түп санасының ашылуына да байланысты екен. Бірақ нәтиже жоқ емес, барлығында нәтиже болып жатыр. Ой өзгереді. Өзгеріссіз қалатын нәрсе жоқ. Мастер-киттің тренажерінің алгоритмменен жасаған кездерде ой міндетті түрде өзгереді. Осылай әр тұжырымымызды өзгертіп алып тастап, біз мүлде мынандай стрессте өмір сүрместен, мысалға бізде көп болу мүмкін ғой да, бай болу, тұрмыс құру, балалы болу, денсаулық жақсарту деп елдің көбінесе осындай бір запростары бар, тілектеріміз бар. Ал бірақ олардың әр қайсысына келетін мынандай жатты. Бай болсаң ұрлап кетеді, тұрмысқа шықсаң күйеуің ұратын болады деген сияқты бір тұжырымдар болуы мүмкін. Балалы болайын десең ауру болып туылады. Қазіргі екінің бірі ауруларды естіп жатасында, ол сол программа болып жазылып қалуы мүмкін. Денсаулығың жақсартайын десең, сен ауырған кезде ғана адамдар маған қарайды, жанашырлық танытады деген бір ұстанымдар бар ғой бізде, тұжырымдар бар. Егер мен ауырмасам, ешкім маған қарамай қояды, мен жалғыз қаламын деген сияқты бізде әртүрлі тұжырымдар бар. Просто соның әр қайсысын жойып тастау керек. Сол ғана. Ал назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
осымен мен аяқтайын.